Оқушылар, жаңа тақырып бастамас бұрын біз сіздермен өткен тақырыпты бекітіп алайық. Ол үшін мен сендерге торсия деген ойынды алып келдім. Бұл ойында сендерге әртүрлі қағаз қиындылары, ол қиындыларды есеп және де формулалар берілген. Осы есеп формулалардың жауаптарын бір-біріне мозаика сияқты кестелеріп жинаған кезде қандай да бір фигура пайда болады. Бұл торсия ойыны бізде топтық жұмыс ретінде жүреді, сондықтан да топпен бірге жұмыс істейміз. Қағаз қиындылардағы есептер бізде өткен тақырып дәрежеге байланысты есептер.